Киборги. Донецк лиманының имайежелері ақындаки фильмні бірінші оларақ Мариуполь көрді. Бұл жебеден 20 километр ұзақлықта ерлешкен шейір. Шунun үшін чеккіш группасы фильмнің ilk көстерележек ері ақында ич шубеленмеді. Деп айта фильмнің режиссері Ақтемси Таблаев. Оның сөзлеріне бинайен әрбір қараманның ақықай прототипі бар. Драманың премьерасы вақтында кинотеатр залы толу еді. Сержелер арасында арби хизметчилер ве шиер сәкенлері. Украин ойнатуына фильм декабрьның 6-сында чықажақ. Вот в такой форме показывать. Бұл шекілді көстермек, ақиқатны аңлатмақ сады жемуімді гілді, ондан да ады имиетледір. Анда олхан яшлары қанда хатырадыр. Снимаем фильм. Фильм Керчек аскерлерінің хатыралары üzerinde çıkarıldı. Scenaryini Natalya Varajbit yazdı. Bundan soң arbiler onu okup çıktı ve scenaryinin müellifdeşleri oldu. Erkun çekim meydançıklarında kiborglardan biri bulunaydı. Bu tek Donetsk havalimanının koruyucuları hakkında değildi. Yanı insan, yanı memleketinin doğuvu hakkında filmdir.